осыдан 11 жыл бұрын қосып еді жетектеп бір-бір құлын, бәрі де бас бермейтін асау еді, жолыңның аңғармайтын ой шұқырын, мәреге сол бәйгеміз бүгін жетіп, жіберді төңіректі дүбірлетіп. Жас жүректің көңілі құштары гүл, бағбан ұстаз, бағылған құстары бұл. Қоштасы бүгінгі күн ясынан, сол құстардың бір тобы ұшқалы тұр. Армысыздар, қымбатты ұстаздар, құрметті қонақтар. Түлектер бекет атты қоштасу концертімізге қош келіпсіздер. Міне, тағы да бір оқу жылы аяқталып, біздің мектебіміздің 41 түлегі бүгінгі концертке балалықпен, мектеппен қоштасқалы тұр. Бұл күн мектеп тарихында, мектеп бітіруші түлектердің есінде мәңгі өшпейтін күн. Бүгінгі күн бәріміз үшін ерекше күн. Оның ерекшелігі сол, осыдан 11 жыл бұрын мектеп табалдырығынан қарыдай болып, жүрексіне аттаған бүлдіршіндер, қанатымыз қатайып, ақыл ойларымыз тоғысып, оң мен солымызды танып, жақсы мен жаманды айыра біліп, терең білім алып, оқу жылын бітіріп, балдәурен балалықпен қош айтысып, үлкен өмірге жолдама алғалы отыр. Я, Ислам, дұрыс айтасың. Өмірдің түрлі-түрлі соқтықпалы, соқпақты жылдар болады емес пе? Сондай қиындықтардың бәрін аттап, алдағы сыннан сүрінбей өтіп, олардың бір-бір кірпіші болып қаланып, тек алда жүреміз деп сіздерді сендіреміз. Алтын ордамыз, мектебіміз бен аяулы жандарымыз, ұстаздарымызға біз бүгінгі концертте сырымызды жеткізбекшіміз. Осы концертті қабыл алыңыздар. Өткіздім мұнда балғын жасымды мен, жаныма сіңді сенің асыл киің, сарқылмас бастауысың ұлылықтың, мектебім саған мәңгі басымды ием. Білім мен тәрбиені бойымызға сіңірген ұстаздарымызға арнау. Қабыл алыңыздар. Ұстазым менің, қамқорым едің,
Жігіттер, шындарыңды айтыңдаршы, мектеп дегенде ең бірінші ойларыңа не түседі? Ұстаз, Достық, махаббат, бала махаббат. Елімнің болашағы мектебімнен басталар, қоштасарда өзіңменен көзімізден жас тамар. Алғысым шексіз аяулы ұстаздарға, жиған терген білгенін үйретуден бастаған. Бүгін мектеп сахнасында соңғы рет өнер көрсетіп, ұстаздарымызға жиған тергендерімізді тарту етеміз. Қыздарымыздың испан биін қарсы алыңыздар.
Кетті ғой көктем талай күз, жылдарды әлі санаймыз, өмірге кеп аңсап бал күнді, жалтақтап артқа қараймыз. Не деген керемет өлең. Азамат, сен өткен күндерді сағынасың ба? Әрине, Ислам. Бірінші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейінгі естеліктер әр түлектің сағынышы. Қарашы, мына кездер есіңде ме? Енді бәрі ұбытыны уайым қып жүріп жатыр, оған қызу дайындық. Ата-аналар таңдап оқу мамандық, келер күнін ойлап жатыр жайындық. Ислам, бізге білім мен тәрбиені егіздей қып бойымызға сіңірген жандарға айтарға алғыс сөз таба алмай отырмын. Сенің көмегің қажет. Бір ауыз сөзбен сыйғызу мүмкін емес, әрине. Анамыз қолымыздан жетектеп мектеп табалдырығын аттатқызған күннен бастап сіздің қасыңызда мейірім мен шапағатыңызға бөлендік. Жақсысын асырып, жаманын жасырған, сүрінсек демеу болған, қатал болса да шәкірт үшін жүрегі жылы ұстаздарымызға мыңда бір алғыс. Әрине, сіздердің біз үшін ағарған әр тас шаштарыңыздың өтеуін сөзбен жеткізу мүмкін емес. Мың алғыс сіздерге.
жауға қарай кәріппен толы болған қызыққа туған ене сол оям қазақ тілі физика алгебра химия ең алғашқы естелік сабақтардан қашқанбыз күліп баққан класстас жүзінде де шашқанбыз естен кетпес көкнем жүрегімнің жылуы ақын біздің мектебім бақытымда тұрады. Мектеп туралы әзіл өлең қабыл алыңыздар. Бір сыныпта 12 баламыз, үшеуі-ақ, екеуі қарағыз, барлығын қосқанда 17 жамырап сабаққа барамыз. Әдемі қыздарға жусам, түрі жоқ қыздармен ұрсам, жапжана киінсем сабаққа, ертерек баруға тырысам. Баруым барам алайда, ұстаздар киімге қарайма, екі алып үйіме қайтамын, өкпелеп апаймен ағайға. Кітапты оқымай ашып көп, ойнаймын ләңгімен асық топ. Осылай жүргенімде сыныпта бір қызға қалып ем ғашық боп. Балалық сезімнің баланы тек қана айтатын жанарым, бәрімен сөйлесіп сол қызға келгенде үндемей қаламын. Осынау балалық балшақта жүріппін ансапта шаршапта, барлығы қосатын ортақ бір партаға отырып қалсақ та, өзінде қосатын кейгінін өзгеріп кететін кейпінмін. Ішімен ұнатып тұрсам да өтірік қойындар дейтінмін. Қыз байғұс кетеді шошына, қалатын адамдай қосыла. Сол қызға жеткізіп барсын деп сырымды айтамын досына. Балалық қиялда шаршау жоқ, жүріппен сезіммен сарсам боп. Балдарды ұрамын соғамын, сол қызға көрініп қалсам деп. Тербелмей махаббат бесігі, тек қана жатталады есімі. Бетінен де сүйе алмай кетіппін, ұялшақ сезімнің кесірі. Жүрегімде ұстаз берген сабағы өн бойыма тамырланып тарады. Ұмытпаймын салған жолын ақылын, мәңгі есімде қалады. Ұстаздарымызға ағалықсымызды әнмен жеткізгенімен де әлі де көңілім толмай тұрғаны. Сахна төрін шырғу белек айналған бишілерге берейік. Үнді биі қабыл алыңыздар.
көрмеген артық сөйлеп, артық күліп, шәкірттерін баулыды тәртіп тығып. Шақырайық вальске түлектерді, қоштасудың вальсін айтып тұрып. 의정부서 계신데 아디야 한 말씀 들어봐도 되겠?
негізі мектеп туралы осындай 3 сұрақ қою деген мектепке енді 3 сөзбен былай айтқанда мектеп қызықты керемет сәттеріміз осы мектепте өтеді. Ең не десем болады екен, осы мектеп екінші үйім ғой. Осы мектептің балалары алғаш басқан сәттерім мектеп үш сөзбен айтқанда білім, тәртіп, үй дейміз. Ол себебі бала кезімізден екінші үйіміз болып келеді. Білімге үйретеді және де тәртіпке де өміріміздегі алда келе жатқан жолдарға үйретеді. Енді ұстаз деген бізге білім беріп жатыр. Мектептің ішінде өнерді. Енді білімді алып жатырмыз осы ұстаздардың арқасында. өнер деген өнер бұл жаңа мектеп ішінде ол алғашқы махаббат. Мектеп бітіру, алтын мектепті бітіру ол қандай да оқушы үшін, әрбір түлек үшін ол ең үлкен жауапты сәттердің бірі. Қазіргі таңда менің өз басымда да дәл сондай ең ұлы сезімдердің бірін бастан кешірудемін. Одан жауапты істердің бірі маған алтын белгі деген лауазымды қорғау ісі мойныма жүктелген болатын. Бірақ осы лауазымды, осы статусты мен мектеп ұжымының арқасында, мектеп басшысының арқасында және де әрине мектеп ұстаздарымның арқасында ақтап шығамын деген үміттемін. Бізге шынайы дос сыйлады, білім мен өмірді үйретті. Біз осы мектептің арқасында бір-бірімізбен таныстық. Алғаш келген жылы бізде әнші балапан деген конкурс болған. Біз онда бөлек-бөлек шырқаған едік, бірақ бір-бірімізді танып, одан кейін дуэт құрайық деп шештік. Міне солай 4 жыл өтіп кетті. Ежі дуэті болып бірнеше іс-шараларға қатыстық. Мектептің ішінде ғана емес, облыстық республика көлемінде спорттық іс-шараларда бізді әнші ретінде шақыртты. Мектеп бізге үлкен сенімділік сыйлады және де осы мектептің арқасында біздің де достарымыз, таныстарымыз өте көп өзімізге деген сенімділікті одан әрі дамыта білді. Бәрімізге одан әрі талант қосып, бізді биік шыңдардан көрсетуіне үлкен септігін тигізді. Сол үшін біз өзіміздің алтын мектебімізге және де адалдық ұстаздарымызға әкімшілікке алғыс білдіреміз. Мектеппен қоштасу қандай қоштады болсын кілемін. Бірақ бұл мен үшін ерекше ауыр. Себебі мектебім маған үлкен үміт артып отыр. Алтын белгіге ұсынып, мен осы мектебімнің ұстаздарымның, жан-жағындағы достарымның, кластастарымның үмітін ақтауға тырысып, мен мектепке келгенде алғашқы сұланды көрдім. Ол кабинетке мен үшін кіру арман болды. Кәдімгі жұмыс жасаймыз. Класста үнемі шықпайтын сондай байқалмайтын қиын ешкім. Сондай отып енді неге келгеніміз жасұланды көргенде шынымен де басында қорқытып, командада қорқытып, команданы басқан. Барша бауырларымды, қандастарымды, інілерімді баға мақтанам болады. Құрметті ұстаздар, барлықтарыңыз біздің мектепті бітіруге асыққанымызды білесіздер. Енді сол сәттерге өкініп, қимастық сезімі бойымызды билеп тұр. Сіздерге Үнжу дуэтінің последний звонок әнін тартуға рұқсат етіңіздер.
школьные качели, школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа, школа. Мы учились, мы влюблялись, мы с тобой делили тайны. Эти 10 лет промчались, просите звонок прощальный. В сентябре откроешь двери и совсем другим взглядом. Школа, школа, я не верю, что прошло все без возврата. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа, школа, я скучаю. Школьный годы всех подружек, самый чистый, самый звонкий, бегут по теплым лужам босоногие девчонки. Им уже другие кончают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа, школа, я скучаю. Школа, школа, я скучаю, я скучаю. Школа, школа, я скучаю, я скучаю. Школа, школа, я скучаю, я скучаю. Оказалось, это больно, школа, школа, я скучаю. Алдарыңнан арман жолы ашылады, тілектерге бақыт гүлі шашылады. Қимастықпен мына тұрған сахнаға тілектерді қошеметтеп шақырамын. Ақыл, сана, сабыр, талас тартысу, мұғалімнің табиғаты жалпысы. Бос уақыты, ойдан басқа ойы жоқ, бос уақыты әрбір түннің жартысы. Махаббаты, бала және отаны, сүйіктісі қағаз кітап қопару, демалысы дәптер қарап план жазу, ал кәсібі от беру мен от алу. Қашан көрсең күліп бара жатқаны, күлетіні бақыттылық нышаны, байлықтары шәкірттердің озғаны. Бұл халықтың мектеп мекен тұрағы. Мектеп десе жан дүние құрамы, үст-үстіне қат соққан жүрегі өзін өзі ұмытудан тұрады. Ошағы мен баласынан бізді артық қойған мектеп әкімшілігі мен пән мұғалімдерімізге ағаласымыз ретінде шаған тартуымызды қабыл алыңыздар. Алда қойған мақсатқа қолсыз ешдайым сен. Атын әрбір аттанған үміт міндет ақылы, қолсыз арман
мінекей достар, біз үшін қоңыраудың сиқырлы да сазды әуені соңғы рет ән салмақ. Және ол ән барлығымызды сонымен бірге өмір деп аталатын алып күре жолдың төскейіне шығарып салар. Бұл әуен біз үшін, түлектер үшін өте ыстық. Ыстық ұямыз, мектебімізбен оқытып, тәрбиелеген аяулы ұстаздармен қоштасқалы тұрмыз. Енді біз құлағымыз күмбірлеген күміс қоңыраудың дауысын естімейді. Енді біздің қызықты сәттеріміз өткізген мынау мектеп ауласындағы жарыса жүгіріп, сыныбымыздағы парталарға таласа отырмаймыз. Енді біздің еркелігіміз бен тентектігімізді көтерген апайларымыз, ағайларымыздың сабақтарында отырмаймыз. Қымбатты ұстаздар, осы жылдар бойы білім мен тәрбие беріп, үлкен өмірлерге дайындағандарыңызға алғысымыз шексіз. Біз осы мектепте ұстаздарымыздың тәлім тәрбиесін ала жүріп, болашағымыздың іргетасы фундаментін қаладық. Алтын ұя мектебіміз бен аяулы ұстаздарымызды жүрегімізде мәңгі ұмытпай сақтаймыз. Ән достығымыз жарасқан. Тозың барда жау бармайды, ат үстінен аудармайды. Ағынбайтын қамалдысан, бағынбайтын тау болмайды. Шешілмеген қалдырмайды, қалғармайды. Көп ішінде адалдысың, сен үшінде армандайды. Абырғам ағаштан, керегем ағаштан, өсірген қара жер, көтерген көк аспан. Жалынды жастарымыз, достығы жарасқан, достығы жарасқан. Абырғам ағаштан, керегем ағаштан, өсірген қара жер, көтерген көк аспан. Жалынды жастарымыз, достығы жарасқан, достығы жарасқан. Жалған өмір, жалған қайғы, жарқылымен жандармайды. Адал досың алдамайды, алдайтын дос алданбайды. Бірлігі жоқ ел болмайды, тірлігі жоқ ер болмайды. Ескі досың елемеген бақытыңдан қармайды. Абырғам ағаштан, керегем ағаштан, өсірген қара жер, көтерген көк аспан. Жалынды жастарымыз, достығы жарасқан, достығы жарасқан. Абырғам ағаштан, керегем ағаштан, өсірген қара жер, көтерген көк аспан. Жалынды жастарымыз, достығы жарасқан, достығы жарасқан. Ағаштан, керегем ағаштан, өсірген қара жер, көтерген көк аспан. Жалынды жастарымыз, достығы жарасқан, достығы жарасқан. Абырғам ағаштан, керегем ағаштан, өсірген қара жер, көтерген көк аспан. Жалынды жастарымыз, достығы жарасқан, достығы жарасқан.
сөзге сөз кезегін мектеп директорының тәрбие ісі оқу жөніндегі орынбасары Сатмағамбет Берік Жақұлұлына беріледі. Құрметті ұстаздар, құрметті мектеп түлектері, біріншіден осы мектеп түлектеріне көп рахметімізді айтамыз. Ұстаздардың атынан, мектеп директоры Әлия Талантарының атынан белгілі себептермен келе алмай қалды, сәлемін жолдап жатыр. Осындай ұстаздарға алғыс айтып, бас иіп, алдарында үлкен бір көңіл күй сыйлап жатқандарыңызға көп рахмет. Ұстаздың жүрегі кең, сіздердің қателіктеріңізді кішкене барлығы ол ұмытып кетеді. Сол сәтте ұмытып кетеді ұстаздар. Міне осы биылғы өнерлі да білімді шәкірттеріңіз тағы да ұядан шығалы отыр. Енді жылда мына түлектердің орны бір бөлек қой әр жылға. Ал биылғы түлектердің орны ерекше. Қандай байқаулар болсын, спорт жарыстары болсын, өнер байқауы болсын, білім бәсекесі болсын, біздер осы оқушыларды алып барғанда басымыз төмен түскен жоқ. Әрине кеудемізді, басымызды жоғары көтеріп келген сәттеріміз көп болды. Оқушыларға осы мектеп абыройын асқақтатқан оқушыларымызға көп рахметіміз айтамыз. Енді кез келген бір байқауға барғанда кейде дайындықсыз болмай қалғанның өзінде оқушыларды біз қосып жіберіп, осылай қазір мынау дайындық аздау болдау дегенде өздерінің еңбектерімен, өздерінің жаңағы білімділігімен алып шыққан кездер болды. Енді оның барлық ұстаздар мойындайды. Тек қана ұстазға керегі сіздердің өз өмірлеріңізде жақсы алға қойған мақсаттарыңыздың барлығы орындалып, жақсы азамат болсаңыздар, бізге керегі сол. Мектепке келіп тұрыңыздар, мектептің есігі сіздер үшін әрқашан ашық болады. Енді не дейміз, барлықтарыңызға алдағы мемлекеттік емтихан бар, ұлттық бірыңғай тестілеу бар, содан жоғары нәтиже көрсетіп, өздеріңіздің ата-аналарыңызды, ұстаздарыңызды қуанта беріңіздер. Жақсы үлгілі, тәрбиелі азамат, азаматша болып өсулеріңізге шын жүректен тілектеспіз. Рахмет. Қош айтысып балалық шақ өткеніне, қош айтысып сүйікті мектебіне, тұғырдан түлеп ұшқан жас қырандар аттанып барады өмір көктеміне дей отыра, бүгінгі концертімізді жабық деп жариялаймыз. Қош сау болыңыздар.